Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті ағайындар. Білесіздер, мен қазір Ақ пен Қара арнасында TikTok желісінде өте белсенді болып жатқанымды. Қазіргі таңда білесіздер, Алматы қаласында орналасқан ең сауда орталығына келіп тұрмын. Ең қымбат, ең сондай атақты жерге келіп тұрмын. Құрметті достар, бұл жерге келу себебім, мен қазіргі таңда білейін деп жатырмын. Мына Есентай молдың ішіне мен қазіргі таңда екі киіммен кіретін болам. Біріншісі ол жаман киім, екіншісі ол жақсы киіммен. Мен халықтың және де осының ішіне жай қарапайым халықтар кіре бере ма, жоқ әлде кіргізбей ма? Осыны сіздермен бірге Құдай қаласа тамашалайтын боламыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, подписчикті жасаңыздар, лайк басыңыздар. Құрметті достар, құрметті ағайындар, біз өзіміздің жасаған экспериментіміздің өзінің нәтижесінің соңына келдік. Сонымен сіздерге достар айтатынымыз, сіздер үстеріңізге қандай киім кисеңіздер де разница жоқ. Сіз бомж сияқты киініп бересіз ба, жоқ әлде үстіңізге әдемі сәукеле киіп бересіз ба? Разница жоқ екен, өйткені халықта, ол жерде тұрған охранниктер ешкім де сіздерге мән бермейді. Мысалға өзіме мән берген жоқ. Кірдім, шықтым, туалетке кіріп шықтым, мысалға, сол себеп ешқандай айырмашылығы жоқ. Достар, сол себеп адамның сыртқы бейнесіне қарап, қазір дамыған ғой заман, Қазақстан, жаңа Қазақстан, сол себепті қазір мән бермейді, адамның миына сенетін заман. Сол себепті миларыңызды дамытыңыздар, алға қарата ұмтылыңыздар, ал маған подписаться жасаңыздар. Давайте.